Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 10 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қарапайым тригонометриялық теңдеулер. Бүгінгі сабағымда мен 7-де 4, 7-де 5, 7-де 6 есептердің шығару жолдарын көрсетемін. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Тригонометриялық теңдеулердің шешімдерін табу формулалары осы. Өткен сабағымда мен айтқамын. Енді біз арқарай осы формулаларды қолданып есептер шығарамыз. Ал онда 7-де 4 есептен бастап шығарайық. 7-де 4 есепте бізде теңдеулер берілген. Осы теңдеулерді шешу керек. Ал онда 7-де 4-тің мен асын шығарып көрсетейін. Асында тангенс x минус 2 тең 0 деген теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешу керек. Ол үшін жаңа айтқандай формулада тангенс x тең 0 болған кезде ол дербес жағдай. Бұның шешімі x тең pn еді. Яғни тангенс x тең 0 болған кезде бұның шешімі x тең pn еді, n тиісті z еді. Енді қараңдар, бізде мына жерде x болған кезде x тең деп алдық. Бізде x емес, x-тің орнында x минус 2 болып тұр ма? Со x-тің орнында не тұр? Соның бәрін жазамыз, мына жерге тең деп жазып аламыз. Сонда x минус 2 тең pn болады. N тиісті z. Біз теңдеудің әлі шешімі шыққан жоқ. Бұл x минус 2 бізде мынаған тең. Ал енді x-ті тауып алу үшін біз не істейміз? Минус 2-ні теңдіктің екінші жағына плюс 2 қылып өткіземіз. X тең бұл плюс 2 өтеді, плюс pn өзі тұра беретін. N тиісті z. Ал енді мен осының b-сын шығарып көрсетейін. B-сында 2 синус 3x қосылған 1 тең 0 деген теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешу керек. Ол үшін бізде 2 синус 3x-тің өзі бір жақта қалады, мына плюс 1 теңдіктің екінші жағына минус 1 болып өтеді. Енді қараңдар, мына 2 енді синусқа көбейтіліп тұр. Бізде синустың не керек? Синустың бір өзін теңдіктің сол жағында қалдыруымыз керек та, қалғандарын оң жағына өткізуіміз керек. 2-ден құтылуымыз керек. 2-ден құтылу үшін 2 синусқа көбейтіліп тұр ма? Ол теңдіктің екінші жағына бөлу өтеді. Сонда синус 3x тең минус 1 бөлінген 2 болады. Ал енді бұл бізде қараңдар, жалпы жағдай. Бізде синус x тең a болған кезде бұдан x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус a қосылған pn еді. N тиісті z. Енді қараңдар, дәл осыған саламыз. Бізде x болған кезде x тең деп жазылатын еді. Бірақ бізде x-тің орнында не тұр? 3x тұр. Міне a-ның орнында міне минус 2-ден 1 тұр. Бізде x болса x тең деп жазылады. Бізде 3x ба, онда 3x тең деп жазамыз. 3x тең міне минус 1-дің қараңдар. Бізде мынау теңдіктің екінші бетінде тұрған сан минус болған кезде біз мына жерге n плюс 1 дәрежесі деп аламыз да, арк синус a-ны бізде плюс қылып жазып ала саламыз. Міне. Егер бұл жердегі сан оң болған кезде n дәреже болады да, мына жерге өзі түсе салады. Бізде минус болған үшін минусты біз мынаған қос не керек? Минус болған кезде мына плюс қылып жазып аламыз да, мынаған 1 дәреже қосып жібере саламыз болды. Плюс формуладағы pn өзі тұра беретін. Pn n тиісті z. 3x тең жазамыз. Минус 1-дің n қосылған 1 дәрежесі өзі тұра береді. Синус қанша градуста 2-ден 1? Сол градустың мәнін жазамыз. Сол градус жазамыз. Яғни мынау бізде синус бізде пи бөлінген 6-да, яғни 30 градуста 2-ден 1. Сол үшін бұны пи бөлінген 6 дейміз да, қосылған pn өзі тұра береді. N тиісті z жазып қоямыз. Енді қараңдар, біз әлі теңдеуді шешкен жоқ. Біз 3x осыған тең. Енді x табу үшін мына 3 көбейтіліп тұр ғой x-қа. Ол теңдіктің екінші жағына бөлу өтеді. Сонда x тең минус 1-дің n қосылған 1 дәрежесі пи бөлінген бөліміне көбейтіледі. 18 қосылған pn бөлінген 3 болады да, міне n тиісті z болады. Міне біз теңдеуді шештік. Қалған екеуін өздерің осыған қарап шығарыңдар. Ал 7-де 5 есеп шығарамыз енді. 7-де 5 есепте берілген аралыққа тиісті теңдеудің шешімдерін табыңдар. Ал онда 7-де 5-тің біріншісін, яғни асын шығарып көрсетейін. Асында дербес жағдай. Бізде синус x тең 1 болған кезде оның шешімі, яғни бұның шешімі x тең пи бөлінген 2 қосылған 2 pn еді. N тиісті z деп жазып аламыз. Енді қараңдар, жоқ, бізде минус 1 екен ғой. Минус 1 болған кезде минус пи бөлінген 2 плюс 2 pn еді.
Енді қара дәл осы, бізде міне дәл осы просто x-ің орнына бізде фи тұр міне. Онда бұның шешімі фи тең минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n-ді береді. n тиісті z деп жазып аламыз. Бұл мына тапқан шешіміміз, мына берілген теңдеудің жалпы шешімі. Ал енді біз оның мына аралыққа тиісті шешімдерін табамыз. Ол үшін фидің n-нің орнына, мына n-нің орнына 0-ді қойып көрем бірінші. 0-ді қойған кезде міне фи 1 табылады, фи 1 тең минус пи бөлінген 2 өз тұра береді. Қосылған мына 2 пиді жазып қоям, көбейту деймін да, мына n-нің орнына 0-ді қоямыз. 0-ді қоямыз, тең мына минус пи бөлінген 2 өз тұра береді. 2 пиді 0-ге көбейтсек 0 болып кетеді да, қосылған 0 тең минус пи бөлінген 2 болады. Минус пи бөлінген 2 бізде тиісті емес 0 мен 2 пи аралығына. Онда біз арғарай 0-ден кіші сан минус 1, минус 2, минус 3 оларды қоймаймыз. n-нің орнына 1-ді қойып кете береміз. 1-ді қойған кезде фи 2-ні табамыз тең минус пи бөлінген 2 өзі тұра береді. Мынадағы n-нің орнына 1-ді қоямыз да, міне. Қосылған 2 пиді жазып қоямыз, тек n-ді жазбаймыз. n-нің орнына біз нені жазамыз? 1-ді жазамыз тең минус пи бөлінген 2 қосылған 2 пи болады. Енді мына 2 пидің астында 1 бар деп ойлаймыз да, екеуіне ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 2 болады, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден болады. Көбейтеміз пи, бөлшектің алды минус, сол үшін минус пи болады. Қосылған көбейтеміз 4 пи болады. Тең минус пи қосылған 4 пи бізде 3 пи болады. 3 пи бөлінген 2 дегеніміз 1,5 пиді береді. 1,5 пи бізде міне 0 мен 2 пидің арасында жатыр. Яғни 1,5 пи тиісті 0 мен 2 пидің аралығына. Болды, онда бұны аламыз. Бұны аламыз, жаңа мынан алмайтын едік. Енді n-нің орнына мен не қоям? 2-ні қойып көрем, n-нің орнына 2-ні қоям. Сонда фи 3 табайық. Фи 3 тең минус пи бөлінген 2, дәл мынаны көшіремін, тек n-нің орнына 2-ні қоям. Қосылған 2 пи, көбейтілген n-нің орнына не қоямыз? 2-ні қоямыз. Тең минус пи бөлінген 2, қосылған 4 пи, тең болады да, 4 пидің астында 1 бар деп ойлаймыз, ортақ бөлім береміз, ортақ бөлім 2 болады, мынаған 1-ден тиеді, мынаған 2-ден тиеді, көбейтеміз пи, бөлшектің алды минус пи болады. Қосылған мынау есе 8 пи болады. Минус пи қосылған 8 пи бізде 7 пи болады, 7 пиді 2-ге бөлсек 3,5 пи болады. Көрінер ме? 3,5 пи бізде тиісті емес 0 мен 2 пидің аралығына. Ол оның 2 пиден кейін орналасады ол. Яғни бұдан үлкен сан. Бізде, яғни қараңдар, осыдан кеп шығып тұр. Бізде мына аралыққа тиісті шешім бізде тек 1,5 пи, яғни 3 пи бөлінген 2 ғана осы аралыққа тиісті екен. Сонда жауабы бізде 3 пи бөлінген 2 болып тұр, міне болды. Бізде шешімдері көп, бірақ бізде тек мына аралыққа тиісті шешімі біреу ғана болып тұр. Ал енді 7-де 5-ің б-сын шығарып көрсетейін. Б-сында тангенс фи тең түбір асты 3 деген теңдеу берілген. Бұл жерде фи дегеніміз пи бөлінген 2 мен 3 пи бөлінген 2 аралығына тиісті дейді. Яғни осы аралыққа тиісті шешімдерін табу керек. Қараңдар, тангенс фи түбір асты 3-ке тең болып тұр, бізде бұл онда жалпы жағдай. Бізде тангенс x тең а болған кезде бұның шешімі арк тангенс а қосылған пи n-ді беретін еді. n тиісті z деп жазып қоямыз. Сонда қараңдар, x болғанда x тең деп аламыз. Бірақ бізде x-ің орнында не тұр? Фи тұр, яғни фи тең арк тангенс а дейді. А-ның орнында бізде түбір асты 3 тұр. Түбір асты 3 қосылғанда пи n-дің өзін көшіріп қоямыз. n тиісті z. Енді қараңдар, фи тең арк тангенс түбір асты 3 дегеніміз тангенс қанша градуста түбір асты 3-ке тең? Соны табамыз. Бізде тангенс бізде пи бөлінген 3-те түбір асты 3-ке тең. Сонда мынау арк тангенс түбір асты 3-тіміз пи бөлінген 3-ке тең. Қосылған пи n-дің өзін жазып қоямыз. n тиісті z. Міне біз теңдеудің жалпы шешімін тауып алдық. Енді біз мына аралыққа тиісті шешімдерін табамыз. Ол үшін жаңағыдай n-нің орнына 0-ді қоямыз. Одан кейін 1-ді, минус 1-ді, 2-ні, минус 2-ні сол қойып кете береміз. 0-ді қойған кезде фи 1-ді табамыз. Фи 1 пи бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Пиді жазып қоямыз, яғни n-ді жазбаймыз, n-нің орнына 0 жазамыз. Пи мен n бір-біріне көбейтіліп тұр. Пи бөлінген 3 қосылған пиді 0-ге көбейтсек 0 болады да, тек пи бөлінген 3-тің өзі тұра береді. Пи бөлінген 3 бізде мына аралыққа тиісті ма? Яғни бұл дегеніміз 60 градус. Мынау есе бізде 90 градус пен
270 градустың аралығы. Бізде мынау өзі 60 градус, бұл аралыққа тиісті емес. Яғни бұл тиісті емес пи бөлінген 2 мен 3 пи бөлінген 2 аралыққа. Онда бұны алмаймыз. Енді біз n-нің орнына минус 1-ді қойып көрейін. Минус 0-ді қойып, минус 1-ді қоям. Сонда фи 2-ні табам. Фи 2 тең. Пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Міне қосылған пиді де жазып қоямыз. Тек n-ді жазбаймыз. N-нің орнына минус 1-ді жазамыз. Міне. Пи бөлінген 3. Пиді минус 1-ге көбейтсек минус пи болады. Енді бұның астында 1 бар деп ойлаймызды ортақ бөлім береміз. Мынаған 1-ден, мынаған 3-тен тиеді. Пи азайту 3пи болады. Тең пи азайту 3пи бізде минус 2пи бөлінген 3 болады. Минус 2пи бөлінген 3-те бізде мына аралыққа тиісті емес, сонда біз бұны да алмаймыз. Уже біз минус 2, минус 3-ті қоюдың қажеті жоқ, тек оң мәндерін қоямыз, 1-ді қоямыз. Фи 3-ті табайық. Фи 3 тең, міне пи бөлінген 3, өзін жазам. Қосылған 3, қосылған тек n-ді жазбаймыз, орнына 1-ді қоямыз. Пи көбейтілген 1. Тең пи бөлінген 3 қосылған пи болады да, пидің астында 1 бар деп ойлаймыз да, 3 ортақ бөлім болады. Мынаған 3-тен, мынаған 1-ден тиеді. Пи қосылған 3пи тең 4пи бөлінген 3. Міне 4пи бөлінген 3 бізде, яғни бұл дегеніміз қанша градус? Мынау 180 градус, 180 градусты 3-ке бөлеміз 60, 60-ты 4-ке көбейтеміз 240 градус. 240 градус мына аралыққа тиісті, я? Онда бұны алады екенбіз. Енді n-нің орнына 2-ні қоям. 2-ні қойған кезде фи 4-ті табайын, я? Пи бөлінген 3 қосылған міне пи өзі тұра береді, мынау пи. Жаңа түсінбей қалмаймыз. Көбейту дейміз да, n-нің орнына 2-ні қоямыз, 2-ні. Жаңа 1-ді қойдық, одан ал минус 1-ді қойдық, 0-ді қойдық қой. Тең пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Мынаны көбейтеміз 2пи болады. Енді қараңдар, астында 1 бар деп ойлаймыз да, ортақ бөлім 3 болады. Мынаған 1-ден, мынаған 3-тен тиеді да. Пи қосылған 6пи болады да, тең 7пи бөлінген 3 болады. 7пи бөлінген 3 бізде 270 градустан үлкен, онда бұл да кірмейді. Бізде тек мына аралыққа тиісті шешім біреу ғана болып тұр. Ол 4пи бөлінген 3 болып тұр. Жауабы сонда бізде 4пи бөлінген 3 ғана болып тұр. Қалған екеуі осыған ұқсайды, оны өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Ал енді 7-де 6-шы есеп шығарайық. 7-де 6-шы есеп те сол 7-де 5-ке ұқсайды. Осы аралыққа тиісті шешімдерін тап дейді. Қараңдар, бізде синус x тең а болған кезде бұл жалпы жағдай еді. Бұдан x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус а қосылған пи n еді. n тиісті z. Бұл мына берілген теңдеудің жалпы шешімі еді. Ал енді қараңдар, бізде бұны дәл осыған ұқсайды. Міне x-тің орнында тек фи тұр, онда біз фи тең деп жазып аламыз. Фи тең минус 1-дің, мен жаңағыда айтып өткем, бізде теңдіктің екінші бетінде тұрған сан минус болатын болса, біз онда n плюс 1 дәреже дейміз да, арк синус а-ны жазған кезде мына плюс қып жаза саламыз деп. Арк синус түбірасты 3 бөлінген 2 деп плюс қып жазып аламыз. Енді қосылған пи n өз тұра береді да, n тиісті z жазып қоямыз. Енді фи тең минус 1-дің n қосылған 1 дәрежесі тұра береді. Синус қанша градуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Бізде ол 60 градус, ол дегеніміз пи бөлінген 3 болып тұр. Қосылған пи n өзі тұра береді да, n тиісті z деп жазып қоямыз. Міне бұл шешімін таптық. Яғни бұл берілген, мынау шешім бізде мына берілген теңдеудің жалпы шешімі. Оның бірнеше шешімдері көп. Мына n бізде нақты сандар жиына тиісті ғой. n-нің орнына кез келген санды қоя береміз. Яғни сол кезде бұның әр шешімдері шыға береді. Енді қараңдар, бізге мына аралыққа тиісті шешімдерін тап деген, минус пи мен плюс пи аралығына. Ол үшін біз n-нің орнына не қоямыз? 0-ді қоямыз. Сосын минус 1-ді, плюс 1-ді, минус 2-ні, плюс 2. Мына аралыққа тиісті болса қойып кете береміз. Тиісті болмай қалды ма, ары қарай қоюдың қажеті жоқ. 0-ді қойған кезде міне фи 1-ді табам, фи 1 деп аламыз. Минус 1-дің міне 0-ді қоямыз. n-нің орнына 0 қосылған 1 дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 3 қосылған пи көбейтілген 0 болады. Тең минус 1-дің 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады. Минус 1-дің 1 дәрежесі минус 1 болады. Минус 1-ді енді пи бөлінген 3-ке көбейтеміз. Қосылған пиді 0-ге көбейтсек 0 болады да, бұл дегеніміз минус пи бөлінген 3. Бұл дегеніміз минус 60 градус. Яғни бізде минус 180 мен плюс 180 градус арасында жатады. Онда біз бұны аламыз. Енді n-нің орнына мен енді минус 1-ді қойып көрем.
минус 1-ді қойған кезде фи 2 деп аламын. Минус 1-дің бізде қараңдар. Минус 1 қосылған 1 дәрежесі. Тек n-ді жазбаймыз, n-нің орнына мына минус 1-ді жазып кете береміз. Қалғанын бәрін өзін көшіреміз. Көбейтілген пи бөлінген 3 қосылған пи көбейтілген минус 1 болады міне. Енді қараңдар, мынау бізде минус 1 плюс 1 0 дәреже болып қалады. Кез келген санның бізде 0 дәрежесі 1-ді береді. Мынау пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Қосылған пиді минус 1-ге көбейтсек минус болады. Сонда мына жер минус кетеді, минус пи болады. Енді астында 1 бар деп ойлаймыз, ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 3-тің өзі болады. Мынаған 3-тен, мынаған 1-ден тиеді. Пи азайту 3 пи болады. Пи минус 3 пи дегеніміз минус 2 пи бөлінген 3. Минус 2 пи бөлінген 3 дегеніміз минус 120 градус. 120 градус. Минус 120 градус мына аралықта жатады, иә? Онда біз бұны да аламыз. Сонда міне бізде минус пи бөлінген 3. Осы аралықта жататын минус 2 пи бөлінген 3. Енді n-нің орнына мен 1-ді қоям. Фи 3-ті табамыз. Минус 1-дің, міне, 1 қосылған 1 дәрежесі 1-ді қойған кезде. Пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Қосылған пи көбейтілген 1 болады да тең. Бізде 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Минус 1-дің 2 дәрежесі. Бізде минус санның дәрежесі жұп па, яғни минус 1-дің жұп дәрежесі плюс 1 болады, тақ дәрежесі минус 1 болады еді. Бұл плюс 1 шығады. Плюс 1-ді біз пи бөлінген 3-ге көбейтсек, пи бөлінген 3-тің өзі плюс болады. Плюс пи өзі тұра береді. Енді қараңдар, бізде мына астында 1 бар деп ойлаймыз. Ортақ бөлім 3 болады. Мынаған 1-ден, мынаған 3-тен тиеді. Пи қосылған 3 пи болады. Ол дегеніміз 4 пи бөлінген 3. Қараңдар, 4 пи бөлінген 3 дегеніміз бізде ол 180 градустан көп. Яғни бұл 240 градус. Онда біз 240 градусын аралыққа тимейді. Сонда біз бұны алмаймыз. Енді n-нің орнына мен арғарай 2-ні 3-ті қоюдың қажеті жоқ. Бәрібір ол мынадан үлкен сан шығады. Енді n-нің орнына минус 2-ні қойып көрейін. Фи 4-ті тауып көрейін. Минус 1-дің міне минус 2 қосылған 1 дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 3 қосылған пи көбейтілген минус 2 депмін. Бізде минус 1 тұра береді. Бізде минус 2 плюс 1 дегеніміз минус 1 болады. Пи бөлінген 3 өзі тұра береді. Минус пиді минус 2-ге көбейтсек минус 2 пи болады. Тең. Бізде минус 1-дің дәрежесі тақпа болды, бұл минус болады. Сонда минус пи бөлінген 3 минус 2 пи болады. Қараймыз, бұл екеу 3 ортының астында 1 бар деп ойлаймыз да ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде жаңағы 3-тің өзі болады. Мынаған 3-тен, мынаған 1-ден тиеді. 1-ді пиге көбейтсек пи болады. Алды минус болғаннан кейін минус пи деп аламыз. 3-ті 2 пиға көбейтсек 6 пи болады. Алды минус болғаннан кейін минус 6 пи деп аламыз да тең. Екеуі қосылып минус 7 пи бөлінген 3 болады. Бұл дегеніміз минус 7 пи бөлінген 3 дегеніміз бізде минус 180 градустан кіші. Яғни бұл минус 360 градустан да кіші сан. Бұл бізде мына аралыққа жатпайды. Онда біз бұны да алмаймыз. Бізде мына аралыққа тиісті шешімдері тек мына екеу ғана болып тұр. Сонда біз жазып қоямыз жауабы деп. Жауабы бізде минус пи бөлінген 3 және минус 2 пи бөлінген 3 болып тұр. Қарандар, оқушылар, қалғандары да дәл осындай, осыларға ұқсайды. Оларды осыған қарап шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.